Сәлем достар, бүгін мен косметикамен обзор түсетін боламын. Косметикам ішінде не бар, қандай косметика бар, қандай украшениялар бар деп барлығын көрсететін боламын. Ал сендерден көретін лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Ал біздер косметиканың ішін ашатын боламыз. Менің косметиканың ішінде көп заттар бар. Барлығы бар. Шашқа тағатын заколкалар бар. Бірінші осындай заколкадан бастаймыз. Мына трендовый бір заколка. Мамам мен алып берген. Менде мектепке тағам, биге тағам, домбыраға тағатын боламын. Немесе үйде тағып жүретін боламын. Bir екеуін киіп алайын. Екеуін киіп алайын. Көрсететін боламын. Отақтың осындай күшті болып тұрады. Ал екінші зат пудра. Пудраның ішін көрсететін боламын. Бетті аппақ қылдыратын. Осындай істейтін несі бар. Ішін бүйтіп ашасың и істейсің. Жағасың. Күшті болып тұр ма? Сөйтіп жағасың. Екінші зат осындай шампунь. Шампуньді тек қана денеге жағасың. Денеге жағасың. Иісі күшті. Неге арналған қыздарға. Соныкі жуынып болған соң шашасың. Денені, денені шашасың. Екеуін бірге алып берген. Екіншісі осындай әдемі роза. Мен наны бір жерге бір тақтым. Мектепке ма, жаңа жыл болғанда тақтым. Бүйтіп тағады. Күшті болып тағады. Роза. Келесісі помада. Блекс для губ. Әдемі жылтырақтар бар, роза. Тағы да сондай. Блекс для губ. Күшті әдемі. Екеуін де маған мамам жақ көрейік. Иісін көрейік. Иісі что-то бір сағыздың иісі шығып тұр, достар. Енді мынау туш. Тушты мен анасында жағам. Көп жақпаймын. Вообще көп жағу болмайды. Көзім уқаласам, өздіріп кетеді. Мен көшінен биге жағам, достар. Домбыра жақпаймын, тұрсып бермейді. Биге де жағам. Мектепке жағу болмайды. Биге бір қатысқанда жағам. Жақтым бір. Енді қолға тағатын. Деймін, мамам берді күшті. Тағы отырайын. Қолға тағатыннан мамам істейсің қиын. Қойық. Келесі тоналкам. Тоналкам мен осындай көп жақпаймын. Мамамда тоже сондай бар. Так мен кімдей. Тек биге сахна шыққанда жағам. Келесі тиін. Тиіннің менде 4 түрі бар. 4 цветі бар. Жағайын. Қандай цветін жақсам болады, достар. Что-то маған ұнап тұрған осы. Осын жағайық. Иісі кәдімгідей не сияқты
биге жағам, арнасында домбыраға жағам. Домбыра мен көп жақпаймын. Биге вообще көп жағам. Абай айтады, сахнада сосын күшті болып тұруға деп. Мынау сағат, мен сағатты әртүрлі образда тағатын боламын. Келесі осындай кілтсі. Маған деген мамам отыр, тоже күшті, әдемі. Жақын фиолетовый. Кие отырайын. Осындай әдемі. Келесі осындай сырға. Соның екінші сырға. Осындай сырға. Вообще түспейтін тоже сырға. Мен әлі ешқайда таққан жоқпын, достар. Келесі тоже сырға, бірақ әдемі күшті. Анадан әдемі күшті. Мен биге тағатын болам, немесе домбыраға. Сабаққа тағуы білмейді, осындай үлкендік. Келесі кисточка. Кисточканы блеска бит істейтін боламын. Биге істейтін боламын, домбыраға. Келесі қайшы. Мен алатын ғой. Қолында тырнақты. Келесі осындай шашқа тағатын әдемі гүлдері бар. Бүйтіп аласында и шашынды нестеп қоясында, тақ қоясында и қыстып қоясын болды. Дым қиыны жоқ. Келесі помадам, карандаш помада осындай. Осындай іші. Маленький. Мен помаданы үйде жағып жүрмеймін, бір жаққа бағында жақсы жүрмеймін, анасына жағып жүрмеймін. Енді осындай стрелки. Стрелкиді мен тек қана оны биге жағдым ба, домбыра вообще жақпаймын. Мен видеоны көргенде ма, ол кезде мен неге қатыстым ғой, биге сөйтіп жақ беріп апайым. Бидегі апайым. Бит жақ беріп. Сөйтіп апайым. Стрелки. Самый последний осындай мойынға тағатын әдемі. Серый, как не сияқты сапог. Такой. Осындай әдемі. А мен видеом ұнаса, лайк баса, комментарий жазып кетіңдер. Пока!